Бұл Ташкенттің ең үлкен палау орталықтарының бірі Бешқосан. Таңғы және түскі уақыттарда бұл жерде адам өте көп, туристерді де жергілікті тұрғындарды да көп кездестіреміз. Біз сіздерге небәрі 2 күнде еш боямасыз, жасандылықсыз Ташкентті көрсететін боламыз, және де 2 түрлі 2 деңгейдегі қонақ үйді салыстыра отыра тамашалайсыздар. Көріп отқандарыңыздай палауды үлкен қазанға көпшілікке арнап дайындайды. Түсте және таңда бұл жерде адам өте көп болады. Бір порция палау теңгемен шаққанда 1800 теңге болды. Біз бюджеттік қонақ үйге келдік. Бағасы арзан және сапасы жағынан бағаға сай келетіндей деп пікірлерден көрдік. Букингтан брондадық. Енді сол пікірлерге сай келе ме, келмей ме, аз көрейік. Бюджетный номер болып саналады. Семейный. Бағасы 35 000 теңге. 35 000 деп қой, 25 000 теңге. Қонақ үйдің аты Кеш деп аталады. Кеш. Жаман емес, тап-таза. Ал біз таңғы асқа тұрдық. Жаңағы 25 000 теңгеге осындай таңғы аста кіреді екен. Жаман емес, Ташкентте барлығы дәмді болатынына. Ау? Дәмді болатынына сендім. Қазір салаттар бітіп қапты. Салаттар сұрат аламыз. Мына отыратын жері. Жаман емес, өте жақсы. Бағасына тауарлық. Алпы қала таза екен. Двордың іші. Барлығы тап-таза. Сыртының барлығы әктелген, боялған. Ескі ғимараттардың өзін жаңартып қойған. Орталық көшелерінің бірі. Осындай мини отельдер көп екен. 2 қаттам аттасаң болды. Отельдер, қонақ үйлер. Сосын бір ерекше кішкентай бұрынғы көне қаладан қалған бір дүние қалыпты. Бұрынғы Ташкенттің үйлері осындай болған сияқты. Қоқолдаш атындағы қазір медресеге кірейін деп жатырмыз. Бұл Ташкенттің тура ортасында орналасқан медресе. 6 ғасырға жуық тарихы бар медресе. Орамалы. Әдемі. Қайып түсірейін айтыңыздар. Қазір түсіретін бірінші медресені түсіріп алайын. 2-ші этажға. Кеттік 2-ші этажға көтерілеміз қазір. Кішкене қараңғылау екен. Түсіруге болады ма? Каллиграфия, а там резьба по дереву. Мында каллиграфиясын көріміз. Жазма. Түсіндім. Жазуы. Түсірмейтін жерлер болды, сол үшін де түсіре алмай қалдық. Балкон. Ташкенттің көшесі. Ташкентке келгеннен кейін бары көрек бір 3-4 объект бар. Соның бірі мына Чорсын базары.
бұл жерде көп жемістер бар, тура Алматыдағы зеленый базар. Қарсаман тұрсаш? Кешкі базар. Көп заттар. Арзанға алуға болатын шығар деп ойлап тұрмын. Есть кружки? Девочки. Ханым, Нет, объясните, что это? Да, тесто картошки есть. И томатный соус. Сами аппетитный ханым. көресің ба? Сколько стоит? Одну порцию 25, одну порцию 2 штуки. 25? 25 тысяч, да? Да, вот такой. Давайте. Сколько? 25? Тысяч тенге примерно. 1000 тенге примерно. А? С луком надо кушать, да? Базардың тамағы дәмді болды ғой негізі. Ай, мен жеп көрейін. Вкусно очень. Бабушка предлагала, мы так прошли. Машинкаларды, вендор, чоппи. Алай. Немнеге ұқсайды? Нан мен Нан, томат қой. картошка и невы. Картошка. Это национальное блюдо, да? Картошканы сіз бердің бе? Так. Есть. Национальный блюдо ханым. Хоным называется. Я уже устал. Устал? Жаңа Вот девушка. құрттар дәмді екен. Рахмет. Ең дәмді тамақ, базардың тамағы демекші. Шашлықтың дәмі бөлек. Ташкенттің қоласы. Кеш болса да адам көп. Бәкем. Чурек кетеймік? Жир баранье лучше, да? Вкуснее. Жұмсақ па, маринада бәрі жақсы. Çok acılı. Жұмсақ, иә. Evet acılı. Вкусно. Beğendin mi? İşte çok. Мағрипа Харипулаевна. Мағрипа Харипулаевна. Сам смотри, какой классный боец. Sen kişiye uzun da var. Не, uzun не пойдет, сестра. Вот длинный, да? Ташкентке келгеннен кейін тағы да көру керек жерлердің бірі ол Magic City. Сыртқы келбеті осындай өте әдемі. Мен осыны 2 жыл бұрын болғанмын. Бірақ мынандай кіреберіс, бұл кіреберіс емес, басқа жағына кірген болды. Қазір шын көрсететін боламыз. Іші әдемі екен, иә. Торговый площадка бар, иә? Ары жүрсе одан да әдемі екен. Мына жерде балаларды алып келсе, бақыттан бастап алып келеді бәрін. Мына жер қандай әдемі. Иә. Өте әдемі екен. Шынымен де балаларды алып келу керек екен мына жаққа. Вау! Не секетті? Өте әдемі жер. Арғы жағында фонтандардың шоуы болады. Кіру тегін бұл жақта. Адам өте көп. Қазір мамыр айы, күн өте ыстық, 30 градустан жоғары отыр Ташкентте. Шоу басталды. Сағат 9-да, кешкі 10-да және 11-де.
сағат сайын болады. Мына канатный дорогага отыру үшін теңгемен 1600 теңге. Осыншама очередь. Күтеміз ба? Басқасына барайық. Отырғым келеді, күтейміз дейді. Бағасы өте доступный, қолжетімді. Очередь болмағанда отыратын едім. Ташкентке келгенде міндетті түрде бару керек тағы бір жер, ол Жұлдыздар музейі. Қанша теңге екен билет? 2,5 теңге? Кіріп? Жұлдыздар музейіне билет алдық. Теңгемен шыққан кезде 2500 теңге. Фотографировать можно снимать на него? За красной линией переходить нельзя. Где красная линия? Там начинается. Руками трогать нельзя. Возле можно встать. Фотографировать можно. Мас дейсіз ғой. Слышите? Прикольно. Путин, Дональд Трамп, королева. Аты кім еді осы королеваның? Рональдини деп. Пираты Карибского моря. Әдемі. Мынау екінші қонақ үй. 2 кісілік панорама деп аталады. 66 мың теңге болды. Теңгемен шаққанда. Енді бағасы 3 есе қымбат.